Баты көрермен, қайырлы таң, оянамыз. Біздің студия байқадыңыз ба? Жарқырап кетті. Себебі бүгін бізде қонақта теңдессіз топ Кешью. Қайырлы таң, қыздар, қалайсыздар? Мен керемет көтеріңкімен айтқан кезде сіздер мұңай отқан сияқты көрдіңіздер. Ұйқыларыңыз қанды ба? Бәрі дұрыс па? Жалпы мені қызықтыратыны сіздер үнемі көңілді жүресіздер және көріктеріңізге көз тоймайды. Құпия болмаса, таңертең қалай көңіл күйді көтеруге болады? Әңгімемізді осыдан бастасақ, Балжан. Ұйқыдан ояна салып, ән айту керек. Ән айту керек, тамаша. Сіз қалай ойлайсыз? Мен білмедім қалай ояну керек екен. Телефонға біреу звондаса, соған қуанып. Жағдайын сұраса. Жағдай сұраса көңіл күй көтеріледі дейді. Мен тамақ ішсем көңіл күй. Ұйқыдан тұра сала тамақ ішесіз бе? Қандай тамақ ішесіз? Кез келген уақытта. 8 манты. 8 манты жоқ. 7 манты, е? Жұмыртқа қуырып жеймін. Міндетті түрде шай ішемін. Дұрыс. Ғалымдардың зерттеуі бойынша жұмыртқада лютеин көп, және ол көңіл күйді көтереді деген мен де естігемін. Ал сіз қалай ойлайсыз? Негізі тұрған бетте менің көңіл күйім жақсы болмайды негізі. Кішкентайымнан, бірақ анаммен сөйлесіп болғаннан кейін өзімнің қалпыма келемін. Дұрсақ, тамаша, қымбатты көрермен. Бұл пайдалы кеңесті естеріңізге сақтап алыңыздар. Кешью тобы бұны кеңесті жиі айта бермейді. Әрі қарай жалғастырайық, шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Шығармашылықта қызықты жаңалықтар бар. Жақында бейнебаяндарыңызды тамашаладық. Көрермен екіге бөлінді. Жақтайтындар, мақтайтындар. Сіздер қаншалықты сынға мән бересіздер? Сынап жатады. Әлеуметтік желіде жиі талқыланатын тақырыптардың бірі әрине Кешью. Ол жақсы да. Кешью тобы Қазақстандағы бетке ұстары қыздар тобы болғандықтан сын өте көп болады. Біз ол сынға үйреніп те кеттік. Қазір сынды жақсы қабылдай білеміз, үйреніп те кеттік. Ал енді әлеуметтік желіде кез келген оқырманның жазған пікірлерін оқып жатасыздар ма үнемі? Қалт жібермей. Оқымайсыздар. Күнде емес, енді бір уақытта, мысалы аптаның соңында уақыт. Ал өткені, оны не үшін сұрап отырмын? Дәл қазір сіздердің жанкүйерлеріңіз тамашалап отыр. Кейде адам жанын темір деп ойлайды. Сондықтан айтар наздарыңыз болса, өкпелеріңіз болса, 30 секунд уақыт берейін. Көрерменге айтар, жанкүйерлеріңізге айтар, базыналарыңыз болса, мархабат. Әсіресе әлеуметтік желіге байланысты. Әркімнің өз талғамы бар, өзі сүйікті әншісі болады. Бірақ енді бізге бәрібір не жазса да өз ойлары ғой, оған мән бермейміз, бірақ оқимыз да қоямыз. Негізі адам не жазады, сол дәрежесін көрсетеді. Өзінің дәрежесін көрсетеді. Тамаша, биылғы сөздің алды осы болды деп есептеймін. Қымбатты жігіттер, қымбатты қыздар, қыз балалар ғой. Сондықтан жылы сөйлеуге тырысайық, жылы сөйлеген сайын гүлдері құлпыра түседі. Гүлдің құлпырғаны бізге шабыт береді. Ал енді немен қызықтыратыны, әдетте топ құру және оны сақтап қалу өте қиын. 4 қыз, әрқайсыңыз бір-бір тұлғасыздар. Қазақта айтпай ма, 2 қошқардың басы бір қазанға сыймайды дейді. Ал 4 қыздың басы бір Кешьюге қалай сыйып жүр? Енді баян мақсатымда мен, бағың мақсатымда директорымыз Назым көмектесті. Қосып жіберді. Алғаш келген кездегі сәттер еске түсірейік. Бұл сыйсаң да, сыймасаң да басқа Амал жоқ. Қалжың ғой. Бұл қыздар біз бұрыннан танимыз, сондықтан басымыз сыйып жүр. Мінез құлықтарымызда әрқайсысы әртүрлі. Топтың атаманы кім? Бізде ондай жоқ па? Жоқ. Топтың атаманы директорымыз. Бәрін ретке қояды, өте дұрыс. Тәртіпті, тәрбиелі, шын мәнісінде сүйсінтеді қылықтарыңыз. Ал енді гастрольдік сапарымен Қазақстанды, тіпті болмаса алыс жақын шетелді аралап жүрген енді еліміздегі нөмір бірінші теңдессіз топ үнемі гастрольдік сапарда жүреді. Алыс жақын шетелде, тіпті Қазақстанның қай-қай аймағында сіздерді жиі қарсы алуға тырысады. Дегенмен де қазақстандық жанкүйер мен шетелдік жанкүйердің арасында айырмашылық бар ма? Сіздерді қалай қабылдайды? Не жетіспейді бізге? Мысалы, осы жылы біз Санкт-Петербург қаласына бардық. Ол жерде қазақтар наурыз тойлады, бізді күтті. Зал толып тұрды, отырғандар да болды, тұрып тұрғандар да болды. Жақсы қарсы алды, үлкен рахмет. Тағы да мысалы концерт біткеннен кейін, залға шыққан кейін бәрі жүгіріп, бізбен суретке түсеміз деп, қолтан бағаламыз деп қоймай, залдың бәрі толып тұрды, әлі ешкім шыққан жоқ мысалы далаға.
солай қарсы алды. Қазіргі таңда Бішкектерде қолтаңба алу жақсы деген дәстүр сақталып қалды ма? бар әлі. Бәрі ме екен? Мен көп жағдай суретке түсуді ғана білемін де, қолтаңба алатындарды қызыл кітапқа енгізіп қойғам. Ал қазақстандық жанкүйерлер қалай қарсы алады әдетте? Салыстырып көреміз ғой шетелмен. Қазақстандық жанкүйерлер әрқашан керемет, ыстық қолдауларын білдіреді. Сонымен қатар біз алдыңғы құраммен Жұлдыз, Элизат үшеуміз Қытай еліне барып келгенбіз, Сиян қаласына. Онда Қытай халқы сол жаңа жылдық телетүсіріліміне шақырған болатын. Онда да керемет болды. Қытайға тағы шақырса екен деген бір үмітпен қалдық. Яғни ұйымдастыру жағы, декорация, студиясы, көрермен қошеметі. Сахнасы бәрі керемет ұйымдастырылған. Яғни кәсіби деңгейде. Демек бізде белгілі бір дәрежеде кәсіби тұрғыда ұйымдастыру жағы кемшін түсіп жатады. Солай ғой? Солай ма? Бізде әр кезде әртүрлі болады. Әр кезде әртүрлі, негізі. Әр қалада адамдар әртүрлі болады. Кейбір кезде жақсы қарсы алады, кейбір кезде енді әркім өзінің шамасына қарайды ғой енді. Шамасына қарайды. Әл ауқатына қарай көңіл күйіне қалай түрлі қарсы бірақ көбісі жақсы қарсы алады, негізі бәрі ыстық ықыласпен, қол шапалағын аямай. Бізде қазақтар деген мықты ғой негізі. Барын ең соңғысын берсе де қонақ жайлы жаңағы қандай жағдайда болмасын бәрін беріп, жақсылап күтіп алып, жақсылап қарынды тойдырып, жақсылап шығарып салады ғой. Тамаша. Теңдессіз топ, теңдессіз ұлт, бұл біздер. Ал енді дәл қазір бізді тамашалап отқан көрермен ұйықтап бара жатқан сияқты мен ойымша, иә? Өйткені біздің сұхбатымыз сондай бір ұйқы шақыратындай болып тұрған сияқты. Сондықтан дәл қазір сіздерден бір табиғи дауыста бір ән сұраймыз. Мүмкіндік болса менде қосылып шырқайын? Ол әнді білсеңіз, бұл әнді Кешью тобының 10 жыл бұрын айтқан әнін айтып берейік, қыздар. Ол жақында жарыққа шығады деген үміттеміз, соған кеттік. Нұр шашып алауға, алдымнан шықалауға, сезім талауға, өмірім күнге балауға, тұрна көштір аула, қазан көзде түс алды, жаным аяулым, қысқа қалдырма қараулым. Алаулап арай шашқан алдымнан, қалауым менің талдыртпай сезім, талауы, көңіл алауы, өмірім балауы. Тағы бір оятатын айтып беріңіз. Тағы бір жұп болсыншы, мен жұп болсыншы арасы де. Шын жүректен мен қалауым. Қазақ қыздары бірге, мен қосып, сән қосып, әсем әуенге. Қазақтың қыздары бүкіл әлемде, ең сұлу екенін сен де дәлде. Уәридай, дәридай, уйде, қазақ қыздары бірге. Қандай ғажап. Әсіресе уәридай дейтін сөзді кім жазған? Ол қандай бағана білдіреді? Қазақтың өйде шап дейтін сөздерінен алынған. Өте тамаша. Мен ойымша топқа бір жігіт жетіспейтін сияқты. Ондай ұсыныстар болса қалай қарсы алады? Сізге бірінші телефон шалатын сияқтымыз. Енді құпия болмаса айта кетейік, сіздердің көп жағдайда соңғы нәтижені ғана көреміз. Көп жағдайда қалай дайындаласыздар? Яғни ән дайындаудағы қиындықтарыңызды біз біле бермейміз. Бір әнді жарыққа шығару үшін қанша уақыт дайындаласыздар? Бір айдай. Оның биі бар, оның жаңағы сөзі бар, музыкасы дайындалғанша, оны жазылып біткеннен кейін, оны Москвада бізде өңделеді. Оның бәрін тазалап, жасап, сілтенесін жасап біткенше, ол сол бір ай көлемінде. Одан кейін клип түсіргеннен кейін, тағы да бір 10 күндей, бір аптадан кейін клип шығады. Сондай. Тамаша. Қыздар, мен шын мәнісінде бүгін мен үшін тарихи сәт деп есептеймін, және бізді тамашалап отқан көрермен бағалаңыздар бұл тарихи сәт. Біздің студиямызға келіп, осындай сахна сыртындағы көрермен біле бермейтін кейбір тұстарды шым-шымдап сырғып шерткендеріңіз үшін әрине алғыс білдіреміз. Тек қана Кешью биікті бағындыра берсін. Әдемі болып жүре беріңіздер. Ең бастысы күліп ояныңыздар. Өмір өзгерті өз қолымызда. Рахмет сіздерге. Қымбатты көрермен, сіздермен бірге болған Мейрамбек және Кешью тобы. Әрі қарай қызықты бейнематериал сізбен біз болып бірге тамашалаймыз.